Қалайсыздар? Қазір мен сіздерге шайды қалай құю керек екенін көрсетемін. Бізге тағы да 400 миллиграмм ыдыс керек болады. Осылай жылы су құямыз. Әрине, мынау біздің ағзаны шай тазалайды, кір суларды шығарады. Міне мынандай кішкентай қасықпен қосамыз. Егер де сізге көбірек керек болса, әрине мына үлкен жағымен де қосып ішуге болады. Арнайы қасықпен осылай қосамыз. Міне араластырамыз және қайнаған су қосамыз. Қазір мына жерде былай қосылды. Өзіңіздің қажетіңізше ыстық суды құйып аласыз да осылай іше бересіз. Енді қараңыз, егер де давлениеңіз төмен болса, ыстығырақ ішкен жақсы, давлениеңіз жоғары болса, салқын қып ішкен жақсы. Біздің ағзаға судың деңгейін көтеруге көмектеседі және біздің ағзаға өте пайдалы энергия береді, тонус береді. Міндетті түрде консультантпен ішкен дұрыс нәтижеге жету үшін жазыңыздар, менімен бірге болыңыздар. Менің ең любимый шайым. Ұйқым келген кезде ұйқымды ашады.